Видео тек әйелдер қауымына арналады. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Сізге пайдалы болатынына сенімдімін. Ислам дінінде ұятсыз видео көру үлкен күнә болып есептеледі. Бұл амал мұсылман адамның жүрегінен иман нұрын өшіреді. Имам Муслим жеткізген хадисте Алла елшісі Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өзге адамның әуретіне қарауға болмайды, яғни саған адал емес адамның. Ұятсыз видео көрудің адам ағзасына зияны зор, яғни оны көру нейрондық реакцияны тудырып, денедегі белгілі бір ләззат гормондарын шығарады. Кейін бұл визуалдыққа барып, және мида сақталып қалады. Осылайша ләззатты толық алу процесі азайып, гормондар шықпайды. Жалпы, жыныстық қатынастың шынайы табиғи ләззат алу жолын бұзады. Алла тағала біздің зинаға жақындамаңдар деген сөздерінің астарлы мағынасы осыда болса керек. Яғни, арам етілген жерлерге қарамау керек. Ұятсыз видео көру тілазарлық, шайтанның жолы. Бұл отбасын бұзады. Арақ, темекі, есірткі сияқты жаман әдет. Оны бір көрген адамда психологиялық және биологиялық процесс туады. Тыйым салынған үлкен күнәлардың бірі зина. Зина некесі жасалған жыныстық қатынас. Шариғатымыздағы үлкен күнәлардың бірі. Бұл күнәнің өзге күнәлардан айырмашылығы ол екі жақтың қатысуымен іске асады. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде зинаға жоламаңдар, өйткені ол анық арсыздық және жаман жол. Исра сүресі 32 аят. Аяттың мағынасына мән берсек, бұл жерде Алла тағала зина жасамаңдар деп тұрған жоқ. Зинаға тіпті жақындамаңдар деу арқылы арсыз үлкен күнәні жасау былай тұрсын, оған жақындамауды, тіпті оған апаратын кез келген әрекеттен бойды аулақ ұстауды бұйырып тұр. Яғни, Алла тағалаға өзге күнәларды, мысалы, өлтірме, серік қоспа деп тікелей айтқан болса, зинаға байланысты оған жоламауды анық айтқан. Көпше түрде келу себебі, ол екі не одан да көбірек адамдар арқылы іске асуы мүмкін. Зинаға жолама деуінің бір себебі, жолаған жағдайда адам баласы өзінің нәпсісіне еріп, оны жасап қоятыны біліп айтылған. Өкінішке орай, қазіргі таңда жастарымыз дәл осы жағдайға тап болып жатқандай. Мектеп жасындағы қыздардың жүктілігі, жасырын түсік жасату, нәрестені дүниеге әкеп, оны бірден далаға, қоқыс жәшігіне және тағы басқа жерлерге тастап кету, бойжеткендердің өз-өздеріне қол жұмсауы, жетімдер үйіне сәбилерін тастап кетулері елімізде зина күнәсінің кеңінен етек алғанына бірден бір дәлел. Осыншама күнәнің көбеюіне не себеп? Алдымен шарихи білімнің таяздығы немесе мүлдем жоқтығы. Кейбір мектептерде жүктілік не жыныстық аурулардан сақтану жолдарының үйретілмеуі, адам ағзасының шахуатының қоздырып, өзіне тосқауыл қоя алмайтын жағдайға жеткізетін дәрілердің жастарға сатылуы, зинаны қалай жасауды үйрететін сериалдар мен фильмдер, интернет желісіне жастардың еркін енуі және өзге де факторлардың әсері. Зина күнәсінің зияндары қандай? Ол адамдардың тектілігін бұзады. Ғалымдардың зерттеуі бойынша адам жыныстық қарым-қатынасқа түскен жағдайда екінші адамның денесінен болған әсерді есінде сақтап қалады. Кейін басқа адаммен бұндай жағдай болған кезде салыстыру пайда болады. Ал егер ер адамның ұрығы әйел адамның жатырына жеткен жағдайда сол жерде жабысып, 2 не 3 етеккір мерзім өтпейінше әйел жатырынан толық тазаланбай қалады. Демек, осы арада әйел адамы басқа еркекпен жыныстық қатынас жасап жүкті болса, бірінші еркектің гені мен екіншісінің гені араласып туылған баланың тегі бұзылады. Зерттеулерге сүйенсек, пони жылқысының жабайы зебрамен шатыстырғанда еш нәтиже таппайды. Алайда, пониді понимен шатыстырғаннан кейін туылған құлынның денесін кей жерінде зебраның жолақтары пайда болғанын көріп, ғалымдар осындай тұжырымға келген. Отбасылардың шаңырағы шайқалып, ажырасып, балалар жетім, әйелдер жесір болып жатыр. Жасанды түсік жасату белең алады, яғни шарананы жарық дүниеге келтірмей өлтіру десе қателеспейміз. Қыз-текелердің көбеюіне себеп болады. Қоғам бұзылып, азғындалған соң Алланың азабына ұшырайтын болады. Жыныстық ауруларға шалдығу, олардың емделуге келетіні де, келмейтіні де бар. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын айтып кеткен.
Жаман әйелдер көбейіп, қоғамда зина етек алса, халық бұрын соңды көрмеген жұқпалы ауруларға ұшырайды. Хадисте Алла тағаланың қиямет күні зинақорларды шындыста астарынан от қойып қайнататындығы келген. Шариғатта зина жасаушыларды осы дүниеде жазалау керектігін айтады. Егер зинақор некедегі адам болса, онда оған өлім жазасы кесіледі, яғни ражм, тас боран. Халықты жинап зинақорды таспен ұрып өлтіру. Ал егер некесіз бойдақ болса, дүре соғып, одан тірі қалса, өзге өлкеге көшіп кеткен абзал деген. Осы жайында Құранда бойдақтардың жасаған зинасының бұл дүниелік жазасы ретінде дүре соғылу керектігі ашық түрде айтылған. Олай болса, зинаның жазасы ауыр болмақ. Әрине, мұндай жазаның ислам мемлекетінде ғана жүзеге асатынын ұмытпайық. Зинақор әйелге де, зина жасаған еркекке де 100 дүре соғыңдар. Егер сендер Аллаға, қиямет күніне сенетіндердің қатарынан болсаңдар, зинақорларға аяушылық жасамаңдар. Оларды жазалағанда мүміндерден бір топ куә қастарыңда болсын. Зинаның түрлері. Әйел мен әйел зинасы. Әйел мен әйел зинасы қазіргі таңда лесбиянство атымен танымал. Ол әйел адам басқа әйелге ер адам жасайтын жыныстық қатынас әрекетін жасауы. Шариғат бойынша бұл істе харам, сондықтан ауыр күні қатарына жатады. Еркек пен еркектің жыныстық қатынасқа баруы, Лот оған Алланың сәлемі болсын, пайғамбардың қауымы жасаған сұрқияқылық. Алла тағала айтады: Лот оған Алланың сәлемі болсын, сол уақытта еліне: сендерден бұрын әлемнен ешкімнің істемеген арсыздығын істейсіңдер ме? Деді. Сендер әйелдерді қойып, еркектерге қызығып келесіңдер ме? Әрине, сендер шектен шыққан елсіңдер. Лотқа оған Алланың сәлемі болсын, хикмет, ғылым бердік. Жаман істер істейтін кенттен құтқардық. Рас, олар жаман бұзық еледі. Дұрысында оларға тас жаудырған боран жібердік. Бірақ Лоттың оған Алланың сәлемі болсын, отбасын таңменен құтқардық. Бұл аяттарда Лот пайғамбардың оған Алланың сәлемі болсын, қауымына түсірілген жаза жайында айтылған. Осылайша Алла тағала шариғатқа қайшы жыныстық қатынастың жазасы қатты болатын ескертуде. Расулалла оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын айтады: үмметім үшін ең қауіптенетін нәрсе Лот оған Алланың сәлемі болсын қауымының ісі деген. Расулалла оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын былай дейді: хайуанмен жыныстық қатынасқа түскендер Алла тағаланың қарғысына ұшырады. Лоттың оған Алланың сәлемі болсын қауым істегендер Алла тағаланың қарғысына ұшырады. Бұл да аса үлкен күнәлардан. Алла тағаланың жаратып берген жұбайлардан бас тартып, басқа жаратылысқа бару, Алла тағалаға қарсы шығу. Алла тағала Лот қауымын мусрифун деп атаған. Олардың ысырап еткен нәрселері ол әйелдер еді. Адамның өзін-өзі қанағаттандыруы. Әдетте мұны қоғамда мастурбация деп атайды. Бұл ерге де, әйелге де ортақ. Өзін қанағаттандыру дегеніміз рухты жыныстық қатынас жолынан басқа жолмен шығару. Мұны кейде жасырын әдет деп атайды. Себебі белгілі, көбіне көп бұл сырт көзден таса, жасырын, жалғыз қалғанда жыныстық мүшені үйкеліске түсіру арқылы жасалады. Исламдағы ғұламалар мұны харамға жатқызған. Зинаның ақыреттік азабы. Шариғатта зина жасаған кісі Құран тілімен айтқанда зинақор деп аталады. Енді зина етушінің ақыреттік жағдайы да жақсы болмайтынын ұмытпауымыз керек. Алланың харам еткен амалын жасаған пенде оның жазасын алары сөзсіз. Сондықтан ислам діні бізге некелесіп, Алланың құзырында адал некемен отбасы құруымызды бұйыруда. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, зинаның бұ дүниелік және о дүниелік зардабы жайында былай деп ескерткен: Ей адамдар, зинадан сақтаныңдар. Өйткені зинаның 6 үлкен зияны бар. Оның 3-і осы өмірде, 3-і ақыретте. Осы дүниедегі көретіні жүздің ажары мен нұрын кетіреді, кедейлікке ұшыратады, өмірін қысқартады. Ақыретте көретіні Алланың ашуына себеп болады, сұрағы қатты болады және тозақ азабына тартылады. Сол секілді зинақордың ақыреттегі азабы тозақ оты екендігі мына бір хадисте де айтылады. Зина етушінің жүзі тозақта жанатын болады. Қорыта айтқанда, зина жасау арсыз да күнәлі іс.
Алла жүректерімізге иман байлығын берсін. Мұндай арсыз істен бойымызды аулақ ұстайық ағайын. Алла тағала біздерге бөгде елге назар салуға болмайтынын былай ескертуде. Ей, Мұхаммед, мүміндерге айт, бөгде елдерге сұқтанып қарамасын, көз сүзбесін, ұятты жерлерін ашпасын. Олардың осылай еткені жақсы. Шынында Алла олардың бар қылықтарын байқап тұрады. Мүмін әйелдерге айт, жат еркекке көз сүзбесін, ұятты жерлерін жапсын. Зина жасау мүміннің рухани жан дүниесін құрдымға жетелейтін арсыз іс. Адам зина жасаған сәтінде мүмін ретінде зинатпейді. Және шынайы мұсылман мұндай әрекетке бармайтын жайында хадистерде былай делінеді. Зина жасаған кісі зина жасаған кезде мүмін ретінде зинатпейді. Бір құл зина еткен кезде иманы одан шығып, бұл секілді басының үстінде тұрады. Зина жасап болған соң иманы қайта өзіне қайтады. Демек, қадірлі мұсылмандар, зина секілді күнәсі ауыр, жиіркенішті қылмысты жасаған пенде шынайы мұсылман ретінде жасамайды екен. Алла сақтасын, зина жасап жатқан сәтінде ажалы келсе, ақыреті не болмақ? Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух.